Сәлем достар, менің арнама видеома қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода мен сіздерге өте керемет, өздеріңіз көріп тұрғандай сұрақ-жауап деген видео түсіретін боламын. Яғни менде бұл заттар болды ма немесе болмады ма, соны түсіретін боламын. Ал енді видеомызды бастайық. Достар, және мен видеоны монтаждаймын, сіздерге ұнау үшін еңбек оны саламын, жүктеймін, видео түсіремін. Сол үшін менің еңбегімді бақылап, осы видеоға лайк басып, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сұрақ-жауап үшін сізге осы ыдыс керек болады. Осының ішінде әртүрлі сұрақтар бар. Мен қазір сол сұрақтарға жауап беретін боламын. Ал енді алып көзімді жұмып. Оның ішінде қанша сұрақ екенін нақты білмеймін. Ашты тамақ жеп көрдің бе? Негізі ашты тамақ былай жеп көрген кезім болды. Иә, болды. Иә. Бірақ та нақты әзірше есімде жоқ, сіздерге айтып беретіндей, бірақ болды. Бірақ нақты есімде жоқ. Телефон жоғалтып алған кезім болды ма? Телефон жоғалтқан кезім болған жоқ. Себебі мен телефон мектепте осы класстан бастап бастадым, яғни осы 6 сыныптан бастап бастағам, бірақ жоғалтқан кезім ешқашан болған жоқ. Суға батып кеткен кезім болды ма? Суға батып кете жатқан кезім болған жоқ. Иә, болған жоқ. Сабақтан 2 алған кезім болды ма? Жоқ. Негізі сабақтан 2 алған кезім болған жоқ, бірақ 4 алған кезім болды. Мектепте кешігіп қалып, қаламсыз барған кезім болды ма? Әрине болды. Мысалы, бір оқиғаны айтпаймын, мен бардым, сіз ол кезде бір құрбым болады, сол құрбыммен бардық, екеуміз әңгіме айтып, кішкене сабақтан кешігіп қалдық. Содан кейін менде ол күніге қалам болған жоқ, мен қаламды үйге тастап кетіппін. Сондай кез болды. Егер сондай сіздерде де сондай кездер болса, менің арнама тіркеліп, осы видеоға лайк басып кете беріңіздер, сұраймын. Сонда білетін боламын. Жақын құрбың ұстаған кез болды ма? Достыққа сенесіз. Бұл өте күрделі сұрақ деп ойлаймын. Негізі жақын құрбым ұстаған кез болды, және болып тұрады. Достыққа негізі сенемін. Ең соңғы сұрақ екен бұл. Міне. Өзіңде сенбеген кезің болды ма? Өзіме сенбеген, бұл кішкентай сұрақ, сөзіме баға кішкентай жазған, наверное. Өзіме сенбеген кездерім болған талай рет. Себебі мен кейбір кезде емтихан тапсырған кезде басында өзіме сеніп барамын, бірақ сол жаққа барған кезде өзіме сенімді жоғалтып, көбінесе сондай болады. Сонда болды. Достар, осының ішінде барлық нәрселер бітті. Осымен бітті. Ал енді егер осымен видеоны жазса, менің арнама тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Ал енді сау болыңыздар. Айтпақшы, келесі видеода мен сіздерге жаңа жылға арналған сыйлықтарды әзірлеу деген видео шығаратын боламын.